Құралай. Шыда. Әлі-ақ жазылып кетесін. Жоқ. Мен жазылмаймын. Дәм тұзым таусылып жатқанын сезіп отырмын. Құралай. Олай деме. Көрде тұр, жазылып кетесін әлі. Мықты бол. Біз сенсіз не істейміз, Құралай? Аманғали, сен мен мұқият тыңдашы. Ұлымыз Мұхаммедпен қызымыз Аминаны саған аманат еттім. Оларды жетімсіретпе. Сен жақсы әкесің. Мен олай қорқытпашы, Құралай. Біз сенсіз қалай өмір сүреміз, Құралай? Ай, дүние, құрып кеткір. Осының бәрі жоқшылықтың кесірі ғой. Құрып кеткір, сол ақша болғанда мен сені емдеп шығарар ем, Құралай. Неге бұл дүние? Ақшамен өлшенеді екен, Амал қанша. Болар іске болаттай берік бол. Енді бала шаған амандығын ойла, Аманғали. Жоқ. Менің саған аманатым бар. Ол қызымыз, ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға күнде естимісің, күнде көптеген салауаттар айтсыншы. Өзің білесің, кімде-кім пайғамбарға салауат айтса, Алла тағала оның тілегін айтпай-ақ орындайды. Салауат айтқан адам екі дүниеде де қор болмайды. Аманғали, мен хат жаздым. Ала ғой, бұл хатты ол қызымыздың қайсысы, ардақты пайғамбарымызды түсінде бірінші көрсе, соған берерсің. Құралай. Құралай. Олай деме, Құралай. Көрде тұр, әлі-ақ жазылып. Осы хатыңды өзің бересің сол балаларға. Аманғали, өмірдің қуанышын, бар жақсылығын өзіңмен бірге көрдім. Әр сәтім үшін Аллаға шүкіршілік етем. Мен саған разымын. Мен саған разымын. Мен де саған разымын, Құралай. 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 Кім бар? Құралай. Құралай. Кім бар? Құралай. Құралай. Құралай, тұршы. Жан. Ағай, жүріңіз, болды, жүріңіз. Не болды? Жүріңіз, ағай, шығыңыз. Не болды? Мұнда ұзақ отыруға болмайды. Құралайға не болды? Тұрсыңызшы. Медбике. Алло, Жәке. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалайсыздар, жақсыздар ма? Тағы не болды? Жәке, сізден еңбек ақымды сұрайыншы деп едім. Соңғы кездері бір денсаулығымда сыр беріп, қатты мазасызданып жүрмін. Сол үшін қалаға барып, бір жақсы докторға көрінсем бе деймін. Соған жол күреге бір ақша таппай жатыр едім. Аманғали, қандай ақша? Не сұрап тұрсың тағы?
Ақша жоқ. Жеке, түсінікші енді. 8 айдан бері менің еңбек ақымды бермедіңіз. Малдарыңызға да жақсылап қарап жүрмін ғой. 2 айдан бері азық-түлік те бермедіңіз. Аманғали, биыл саған айлық жоқ. Ана өткендегі көк айғырды жоғалтқаның үшін. Ол көк айғырыңызды 2 күннен кейін көрші ауылдан тауып әкеліп бердім ғой. Вот именно табылды. Соған шүкірде. Табылмағанда өмір бақи маған құл болып өтерең. Вот сол үшін саған штраф. Ой, Жеке. 2 айдан бері бала шағамды аш отыр. Киімі жоқ, мектепке де бармай жүр. Енді не істейміз енді, бір көмектесіңізші, Жеке. Не дейсің маған? Не істесең оны істе. Егер ақша деп тағы мазалап мияулай беретін болсаң, ана участковый досыма айтып, қаматып жіберем. Ал балаларыңды детдомға өткізе салам. Түсіндің ба? Жарайды, Жеке, жарайды. Бір мәнісі болар. Вот солай болсын. Түсіндім. О, Раббым, берген сынағыңа сындырмай, сабырлық беріп шыдатқаныңа, бойымдағы иманымды әлсіретпей күшейткеніңе, өзіңе сансыз шүкір еттім. Рахымды жалғыз Аллахым, өзіңе шексіз мақтаулар, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға сансыз салауаттар болсын. Жаратқан ием, менің де уақыт сағатым азайып, денсаулығым сыр беріп өмірден өтетін шағым жақындап келе жатқандығын сезем. О Раббым, өзіңнен тілерім, ұлым мен қызымды жетімсіретпеші. Мен көрмеген жақсылықты соларға көрсетші. Ұлымды ұяға, қызымды қияға қондырып, бұл өмірде өз орындарын табуын нәсіп етші. Ұлым Мұхаммедтің арманы, сенің кәләмің, Құран сүрелерін толығымен жаттап, қари атанып, көптеген шәкірттер тәрбиелеу, ұлағатты ұстаз болу. Ал қызым Аминаның арманы дәрігер болып, елді емдеу. Солардың арманын орындашы. Аллахым, одан басқа сенен не сұрайын? Осы дұға тілегімді қабыл етші. Аумин. Анашым. Амина, не болды қызым? Әке, анамды түсімде көрдім. Жай, шошып қалғансың ғой? Жат ал. Амина, не болды? Әкешің тыныштық па? Амина жайсыз түс көрген ау деймін. Жоқ, әке, керемет түс көрдім. Анам түсіме кірді. Анашым түсімде қазақтың оюы тігілген әппақ киіз үйдің ішінде ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға және оның жұбайы Айша анамызға, Әбу Бәкір Сыдық, Омар ибн Әл-Хаттаб сахабаларға шай құйып беріп отыр екен. Саллаллаху алейхи уассалам. Амина, түсіндіріп айта қойшы. Сонда сен түсіңде ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламды көрдің бе? Я, анық көрдім. Ол кісінің жүзі жылы бетінен нұр түсіп тұр. Амина, көрген түсіңді толығырақ айтып берші.
сол аппақ киіз үйдің ішіне кірдім. Дастарханның төрінде ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам отыр. Ал жанында Айша анамыз отыр. Оң жағында Әбу Бәкір Сыдық сахаба, ал сол жағында болса Омар ибн Әл-Хаттаб сахаба отыр екен. Пайғамбарымыз мені қасына отырғызып, дастарханда тұрған бір бауырсақты алып маған берді. Содан кейін дастарханның шетінде шай құйып отырған анашым, бұл менің қызым, аты Амина, ал ұлымның аты Мұхаммед деді. Пайғамбарымыз қатты қуанып, бір үйде Амина да Мұхаммед де бар екен ғой деп қуанышын білдірді. Пайғамбарымыз жылы жүзбен маған қарап, басымды сипап, жақсы қыз екенсің, бұлар менің үмбеттерім, мен үмбеттермен мақтанамын деп қуанып риза болды. Пайғамбарымыздың алдында отырып, мен де қатты қуандым. Ал анашым маған күлімсіреп қарап, көрдің бе Амина, пайғамбарымыз сендерді өте қатты жақсы көреді. Сол үшін Мұхаммед екеуің ардақты пайғамбарымызға көп салауат айтыңдар деді. Аллахтың құдіретінде шек жоқ, бұл деген керемет рахмани түс қой. Міне көрдіңдер ме балаларым? Сендер ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға көп салауат айтатын дедіңдер. Аллах тағала хабиб болған пайғамбарды Аминаның түсіне кіргізіп отыр. Аллахтың құдіретінде шек жоқ. Уақыт сағаты келді ғой деймін. Қазір. Әке, қай жаққа? Әкешім? Амина, Мұхаммед, мен жақсылап тыңдаңдар. Аналарың өмірден өтер алдында маған бір аманат жасаған еді. Балаларымыздың қайсы бірінің түсіне ардақты пайғамбарымыз кірер болса, мына бір хатты берерсін деп аманат жасаған еді. Міне сол сағат уақытта келді. Амина, анаңның хатын ашып оқи ғой. Амансыңдар ма менің Мұхаммедім, Амина? Бұл хатты оқып отырсаңдар, өкінішке орай мен қастарыңда жоқпын. Мен сендерді қатты жақсы көрем. Амалымыз қанша, бұл Алланың бізге өлшеп берген өмірі. Көнеміз. Әкең екеуміз шаңырақ көтергеннен кейін көп жылдар бойы перзент сүймедік. Бар үмітіміз Алладан болды. Жаратқанға сыйынып, хабиб болған пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға күндіз түні салауат айттық. Содан соң өмірге Мұхаммед келді. Пайғамбарымыздың құрметіне атын да Мұхаммед деп қойдық. Кейіннен көп ұзамай өмірге Аминам келді. Амина қызым, тыңдашы. Саған айтар кеңесім, қазағым, иманды, ибалы қыздар ғана айналады елдің айнасына дейді. Жүрегіңдегі иманыңды сөндірме, әрдайымда қарапайым, сыпайы болып жүр. Үлкендерді тыңда, оларды сыйла қызым. Сен иманды, ибалы қыз болсаң, өзің де бақытты боласың, өзгелерді де бақытты етесің. Ал енді, Мұхаммед ұлым, саған айтарым, 5 уақыт намазыңды тастамай оқып жүргін. Бүкіл Құран сүрелерін жаттап, қари бол ұлым. Ақырет күні Алла тағала әкеңнің басына тәж кигізеді. Көптеген адамның жәннатқа кіруіне шапағатшы боласың.
Ал, ұлым, қызым, сендерге аманатым, әкелерім. Оны сыйлап, айтқан тілін алып жүріңдер. Ол сендерге асқар таудай әкелерім. Енді басқа не дейін? Алла тағала бәрімізді де жәннат бағында бірге болуымызды нәсіп етсін. Мен сендерді қатты жақсы көрем. Ендеше қош, сау болыңдар. Әкешім, мен Аллах тағала қаласа, қатемде қари боламын. Аумин. Ниетің қабыл болсын. Әкешім, мен сізді жақсы көрем. Иә, әкешім, мен де қатты жақсы көрем сізді. Балапандарым. Мына көліктерде тоқтамай қойдабы. Иә, Әкешім, Ау, мен шаршадым. Мына остановкаға отырып демалып алайықшы. иә, әкешім, мен де шаршап кеттім. жарайды. Отырсақ отырайық. Мұхаммед, бүгін сен қанша салауат айттың? Сен ше? Мен 67 мың рет айттым. Сен ше? Мен 54 мың рет айттым. Ой, айналайындар. Салауаттарыңды үзбесеңдер, әлі бәрі жақсы болады. Әкешім, Ау, біз Құдайдан сіздің амандығыңызды сұрап жүрміз. ой, айналайын. Рахмет. Аға, ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Қалаға бара жатсыздар ма? Иә, қалаға больницаға көрінуге баратыр едік. Жүріңіздер, ала кетейін. Ашығын айтқанда біздің ақшамыз жоқ. Қожайынымыз ақша бермеп еді. О не дегеніңіз? Алланың разылығы үшін алып кетем ғой. Жүріңіз, отырыңыз аға. Қалай болады екен? Жүріңдер балдар, отырыңдар. Рахмет. Келе ғой, отырыңдар. Аға, алдына отырбаңыз, келіңіз. Абайлар. Рахмет бауырым. Алла разы болсын. Әкешім, Ал балам. осында намаз оқып алсақ. Жарайды. Дәретімізді алып намазымызды оқып алайық. Иә, Жүре ғой. Әмина, Ау, сен сыртта бола тұр, Біз қазір намазымызды оқып шығамыз. жарайды. Иә. Ешқайда кетіп қалмай. Әмина. Осында боламын. мына сумка саған, шыққан соң өзім алам. Жүре ғой. Қанша сүре жаттадың балам? Құдайға шүкір, 8 сүре жаттадым әке. Ал, қабыл болсын балам. Әмин. Ал, қызым, күтіп қалмадың ба? Жоқ,
Әкешім, намаздарыңыз қабыл болсын. Ой, рахмет қызым. Мына маған бере сал. Әкешім, қараңызшы, мен осындай сөмке тауып алдым. Ішінде ақша. Қарап көріңіз. Ақша? Иә. Мәссаған. Бұл доллар ғой? Иә. Бұны біреу абайсызда түсіріп алған болар. Бір кісінің аманаты. Ендеше біз бұны мешітке кіріп имамға ескертейік. Сосын полиция бөлімшесіне хабар береміз. Иә? Иә. Дұрыс айтасыз әке. Жүріңіз. Бірақ біз сағат 3-те врачқа жазылып қойғанбыз. Кешіксек қабылдамай қояды. Ол бар екен ғой, жарайды ендеше. Біз бірінші врачқа барайық. Иә. Сосын полиция бөлімшесіне хабар береміз, Бірінші имамға кіріп ескертейік. Жүріңдер. Кеттік. Жүріңіз әке. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Келіңіздер. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Келіңіздер, жайғасыңыздар, отырыңыздар. Жаңа бір қызық жағдай болды. Таныштық па? Айта беріңіздер. Балам екеуміз мешітке кіргенбіз намаз оқып алайық деп. Мешіт сыртында қалған қызым Амина мына бір сөмкені тауып алды. Ішінде қомақты қаражаты да бар. Мәссаған. Бұл да біреудің маңдай терімен тапқан еңбегі шығар. Мына заманда қазір де азаматтар аз болар. Осындай көлемдегі ақшаны тауып алып, өзіңізбен бірге алып кетпей, ішке алып кіріп келіп отқандарыңызға, ол да бір сіздің адал азамат екендігіңіздің белгісі болар. Енді осы менің бір ойым, осы сөмкені полиция бөлімшесіне апарып тапсырсақ. Сіз бізбен бірге еріп, осыған куәгер болсаңыз. Өте орынды, жарайды. Қосылам. Бірақ мен сағат 3-те докторға жазылып қойып едім. Доктордан шыққан соң сізбен хабарласайын. Жарайды, олай болса мен өзімнің визиткамды сізге бере салайын. Осы нөмірге хабарласып. Жарайды. Білерсіз. Жақсы, рахмет. Жолдарыңыз болсын. Жақсы болыңыз. Алло, аяулым, қызым. Алло, папа. Сізді жақсы көремін. Ой, жөнім сол. Папа, ертең тауға барайықшы. Тауға барғым келеді? Иә, тауға барғым келеді. Қызым, менің жұмысымды білесің ғой, өте тығыз. Білемін ғой. Иә, менің операцияларым көп. Папа, өтініш, барайықшы. Жарайды енді, келесі апта мамаң екеуің жіберейін, Сіз бармайсыз ба не? Енді менің жұмысым көп қой, білесің ғой. Мен келесі апта Астанадамын. Иә, мамаң екеуің жіберейін, Жарайды. Тауға барып, таза ауамен демалып, суретке түсіп, кеңдер, жарай ма? Жаным сол. Рахмет, папа, мен сізді қатты жақсы көремін. Жаным сол. Папасының қызы ғой, папасының. Папам ақыл жақсы. Алтыным, жақсы. Ассалаумағалейкум, Нұрым Исабекұлы. Кіруге рұқсат па? Кіріп тұрсыз ғой, немене рұқсат сұрап тұрсыз? Кешіріңіз. Сол сізге келгенім емделуге. Менің мына ауруымның түрін тек сіз ғана емдейді деген сөзің сізге келдім. Мынау сізге томографияның пленкалары. Так. Иә. Қиын екен. Анализдеріңіздің қорытындысы бар ма? Иә. Міне анализдің қорытындылары. Қиын, жағдайыңыз қиын екен. Ауырып жүргеніңізге қанша болды? Негізі 1 жылдан асып қалды. Соңғы кездері қатты мазасызданып, есімнен танып қала берем. Өзімді жайсыз сезінем. Қиын. Енді сізден несін жасырайын? Профессор, жасырмай ашығын айта беріңіз. Ашығын айтқанда, ауруыңыз асқынып кеткен. Тез арада сізге ота жасау керек. Әйтпесе соңы қиын болады. Енді шынын айтсақ, ол операцияны тек мен жасай алам. Бірақ оның бағасы қымбат болады. Сіздің қалтаңыз көтермейді. Ренжімеңіз. Профессор, ашығын айта беріңіз, қанша болады?
Енді сіздер ренжіткім келіп тұрған жоқ әрине. Бірақ мына менің клиникамда кілең қалталы адамдар емделеді. Сіздің шамаңыз келмейді оған. Енді менің қолым бос емес, мен қазір неге операцияға баруым керек. Сіз баларыңызды алып кабинеттен шығып кетіңіз. Профессор, тыңдаңызшы. Шыны керек, менің қаражатым жоқ. Бірақ қарызға болса тауып беруге әзірмін. Тек Алла разылығы үшін маған көмектесіңізші. Менің әйелім де өмірден өткен. Егер мен қайтыс болсам, балаларым жетім қалады. Олар кімге қалып кетеді? Профессор, қажет десеңіз, сіздің малыңызды тегін бағып берейін мен. Мен өзім тауда малшымын. Ой, не деп тұрсың сен бейшара? Осы сендейлер ақша шашады. Қолым тимейді дедім. Оталарым бар әлі. Охрана! Кім бар охрана? Шығарып кетемін. Охрана! Профессор, біз бәрін естідік. Міне ақша. Өтінемін, менің әкемді емдеп беріңізші. Профессор мырза, өтініш. Профессор, біздің анамыз жоқ, енді әкемізден айырылғымыз келмейді, бізге көмектесіңізші. Мұхаммед, Амина, бұл біздің ақшамыз емес қой. Не істеп тұрсыңдар? Отырыңыз. Внешность обманчива деген осы. Ақшаңыз бар екен ғой? Жоқ, бұл... Сабыр етіңіз. Отыра беріңіз. Қазір, бәрі жақсы болады қазір. Қазір. Алло, Жазира? Аха, тез ана VIP палатаны дайындаңдар. Тез дейін. Маған клиент келді. МРТ, КТ бәрін түсіріп, тез анализдерін шығарып, отаға дайындауым керек. Сен маған келші тез. Профессор, асықпаңыз. Тыңдаңызшы. Бұл ақша біздікі емес. Ой, біз доллармен де қабылдай береміз, уайымдамаңыз. Тек сабыр етіңіз. Бәрі жақсы болады. Жоқ, профессор. Бұл долларлар бір кісінің аманаты. Біздің ақшамыз емес. Кешіріңіз. Мұхаммед, Амина, жүріңдер, тез. Сау болыңыз. Қабая. Мынау тұрғын үй комплексі 3 блоктан құралған. Қазіргі таңда 1-2 блоктың жұмыстары біткен болатын. 3 блокқа кезеңге өттік және автотұрақ сыртқы жақтың абаттандыру жұмыстары жасалып жатыр. Автотұрақ мәселесі қалай болып жатыр? Автотұрақ 50%-ға біткен болатынбыз. Жақын арада бітіреміз. Толыққанды біткен жоқсыздар, иә? Ал 3-ші бөлігін қашан жасайсыздар? Шамамен 1-2 айдың көлемде басталады жұмыстар. Жақсы, түсінікті. Ал мына жақта қандай жұмыстар бар? Бұл толыққанды бітті деп те айтсақ болады. Қазіргі таңда тек сыртқы жұмыстары қалған болатын. Мына балалардың ойнау алаңы дайын ғой? Иә, барлығы дайын. Автотұрақ мәселесі ше? Автотұрақ та 80%-ға біткен болатын. Жақсы. Сабыржан Естайұлы, рұқсат па? Кешіріңіз. Иә, кел. Сәке, біздің мына Медина тұрғын үй кешеніндегі барлық пәтерлер сатылып кетті. Тек 6-шы қабаттағы 116-шы пәтер ғана қалды. Оны да бір 4-5 клиент сұрап жатыр. Не істейміз? Сатылымға шығарамыз ба? Оны менің рұқсатымсыз сатпаңдар. Түсінікті? Иә, айтпақшы. Иә? Сол құрылыс басына барып, сол пәтерді көріп қайтсақ. Әрине, жүріңіз. Иә, қалғанын кейін түсіндіресіз. Жақсы, сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыз. Жақсы, керемет салыныпты. Иә, Сабыржан Естайұлы, құрылысшылар тыңбай еңбек етті. Білесің бе, Нұрғазы? Иә? Пайғамбарымыз Аллахтың оған игілігімен сәлем болсын. Сахабалары сұрапты. О Расулалла, дүниедегі ең керемет үй қандай үй айтыңызшы деп. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жауап беріпті. Дүниедегі ең керемет үй ол мешіттің жанында салынған үй деп. Қандай керемет айтылған? Нұрғазы, менің мұқиятыңда. Не? Бұл пәтерді біздің компанияның есебінен құрылыс жұмыстарын жүргіз.
евростандартқа сай болсын. Болды. Жуынатын бөлмесін, ас үйін соңғы жабдықтармен жабдықта. Құрылыс материалдары да сапалы болсын. Әрі соңғы үлгідегі болсын. Келістік қой? Иә, келістік. Бірақ, Сәке, бір сұрақ қойсам бола ма? Иә, айта бер. Бұл үйдің иесі кім? Бұл сұрақ өзіме де ауыр. Бұл үйдің иесі кім екенін өзім де білмеймін. Сабыр не істеуға? Кіл ұрсат па? Иә, кел, ұрсат. Сәке, өткендегі пәтердің ремонтын толыққанды бітірдік. Иә? Өзіңіз айтқандағыдай, тек қана соңғы үлгідегі құрылыс материалдармен жабдықтадық. Евро жобаға сай. Енді пәтерді иесіне тапсыра берсек болады. Ой, жақсы. Бірақ саған қалай айтсам екен? Сенесің бе, сенбейсің бе? Қазір айтсам, бір көңіліңе күдік ұялауы мүмкін. Жоқ, Сәке, мен сізге сенем ғой. Айта беріңіз. Мені бір түс мазалап жүр күніге. Ол қандай түс? Мен түсімде... Иә? Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламды көрем. Саллаллаху алейхи вассалам. Ол кісінің қасында үнемі бір кісі болады. Оның екі баласы бар. Пайғамбарымыз маған қарап тұрып: "Ей Сабыржан, сол пәтердің иесі осы кісі. Сол пәтердің кілтін осы кісіге тапсыр деп, сен біздің Сабыржанымызсың" деді. Машаллах. Сен біздің Сабыржанымызсың деді ма? Солай деп аманат етті. Сабыржан Естайұлы, мынау бір керемет рахмани түс болды ғой. Мен не айтам? Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның аманатын орындау керек. Міндетті түрде орындаймын. Ол кісілер кім болды? Өзім де білмеймін. 5 уақыт намазында, түнде тахажжудта Аллах тағалаға истиғфар айтып, Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтып, сол кісіні өмірде маған бір рет болсын жолықтыршы деп тілеймін. Бірақ өкінішке орай әлі жолыққан жоқпын. Сабыржан Естайұлы, мен сіз үшін өте қуаныштымын. Сіз Аллах тағаланың сүйген құлдарының бірі екенсіз. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам кез келген адамның түсіне кіре бермейді. Нұрғазы, сен білесің бе, маған машина, ақша, үй дегендер қызық емес. Маған жаратушымыздың аманатын орындау, жәннатқа апаратын жол деп білем. Иә, өте орынды. Сәке, біздер ақыретімізді осы дүниеде ойлауымыз керек. Ша, Амина, менің С-класс ешек бензімен су бердің ба? Иә, бердім. Жаңа бір шелек су ішті, ешек бензін. Бұл С-класс ешек бенз, AMG мотормен. Бұл тюнік фарш қой, менің ешек бензін. Ей, бері қара, бұл қап-қара Шымкент көшедегі жара-бара бәрігі жетет бізді. Шеттет, как будто шеттелдей. Ей, мұха. Ана малдан көз ілмеңдер. Сот күні шықып отыра бермеңдер, жарай ма? Жарайды. Амина, кет. Ей, бері қара, бұл қап-қара Шымкент көшедегі жара-бара бәрігі жетет бізді. Шеттет, как будто шеттелдей.
Аяулым, табиғат қандай керемет. Жаратушым шеберлікпен жаратқан ғой. Иә, ауасы да ерекше, таза. Мына табиғатқа қарап, көзің тоймайды. Тау бөктеріндегі ауылдар әсемдікке бөленіп жатыр. Әттең, осы сұлулықты өз көзіммен көрмеймін. Анашым, маған осы сұлулықты суреттеп беріңізші. Аяулым, бұл таулар тіршіліктің тал бесігі. Табиғаттың мейіріміне бөленіп, адамзат ғұмыр кешуде. Таулар бізге пана болып қана қоймай, өзінің ғажайып кереметтерімен тамсандыруда. Анау жоғарыдағы асқар таулардың басында мәңгі қар тұрақтаған. Сылдырлап өзен ағуда, айнала жасылға боялған. Мына далаға әсем нұрын төгіп, арай шапағатына көрік беріп тұр. Анашым, мен неге осы кереметті басқа балалар сияқты көрмеймін? Менің де мектепке барғым келеді. Көшеде ойнағым келеді. Кино, мультфильм көргім келеді. Менің кінәм не? Жаным, қызым, мені олай қинамаш. Бұл да бір Алланың сынағы ғой. Папам профессор, өте мықты врач. Неге ол ақшасы жоқ адамдарды емдемейді? Олар да мен сияқты қиналып жүр ғой. Папамның қолынан адамның өмірін сақтап қалу келіп тұрса да, папам олардан ақша сұрайды. Сонда папам үшін ақшасы жоқ науқас адамдар өмір сүрмеу керек пе? Құдай папамды науқас адамдарды емдесін деп врач, профессор етті. Папам көп науқас адамдарды емдемеген үшін азабын мен көріп жатырмын. Қой қызым, олай деме. Менің көзім сол үшін соқыр. Қой жыламашы. Жаным, қызым, неге олай дейсің? Алла қаласа әлі-ақ жарықты көресің ғой. Қосай, қос! Әмина, әкем соңғы кездері қатты ауырып жүр. Ұйқысы да тыныш емес. Я, байқап жүрмін. Әкемізден айырылып қалсақ, біз қалай күн көреді екенбіз? Бізді балалар үйіне өткізетін шығар. Қой, олай деме. Әкемізден басқа біздің ешкіміміз жоқ қой. Мұхаммед, бізге жалғыз Құдай көмектеседі. Ол бізді көріп тұр. Күндіз-түні Алладан әкеміздің амандығын сұрайық. Я, Амина. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам айтып жүрген салауаттарымызды екі есеге көбейтейік, жарай ма? Жарайды. Пайғамбарға бір салауат айтсаң, Алла тағала бізге 10 салауат айтады, 10 сәлем жолдайды. Дұрыс айтасың, Амина. Сен түсіңде ардақты пайғамбарды көрдің. Анамыздың өзі түсіңде Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға көп салауат айтып жүріңдер деген. Бұл бір жақсылықтың нышаны секілді. Аллах тағала біздің тілеген тілектерімізді қабыл қылатын шығар. Я, дәл солай, Мұхаммед. Ондай болса, Алла тағаладан әкеміздің жазылып кеткен тілек. Я. Мама, болды, жыламаңызшы, одан да суретке түсейік. Я, жүре ғой. Жүре ғой. Қызым, мына таудың көрінісі өте әдемі екен. Мен сені осында суретке түсірейін. Қазір. Қызым, көзіңді ашы, қызым. Көмектесіңдер! Амина? Ау? Естідің бе? Біреу көмекке шақырып жатқан секілді. Я, естідім. Жүгір, Амина, жүгір! Қызым, көмектесіңдер! Көмектесіңдерші, өтінемін, көмектесіңдерші! Не болды?
Көмектесіңдерші, өтінем, қызым таудан құлап кетті. Амина, сен үйге жүгір. Әкем беріп кел, тезірек жүгір. Қазір. Қызым, Суайындамаңыз. Қазір әкем келсін, көмектеседі. Әке! Бәрі жақсы болады, әпке, бәрі жақсы болады. Қызым, көзіңді ашы. Амина? Әкешім, арғы жақта. Не болды, айтсаңшы? Арғы жақта. Әке, тау жақта бір қыз таудан құлап қалды. Құлап қалды? Иә, тез бармасақ болмайды. Амина, онда қораға кірді, бәрі шөп салынған пакет бар. Тез алып шық. Жарайды. Мен бинт алып шығамын. Кеттік. Тез жүріңіз. Салма үшін. Уайымдамаңыз, қазір келіп қалады. Не болды? Әне, келді. Көмектесіңізші, аға, қызым. Көмектесіңізші, әке. Көзін ашпай жатыр. Амина, мінекей алыңыз. пакетті беріп ал. Көмектесіңізші. Алыңыз. Қызым, тұра қойшы. Көзіңді ашы. Уайымдамаңыз, қазір бәрі жақсы болды. Бинт. Амина, бинтті алып жүр. Алло, Нұрым. Тыныштық па? Құлап қалды. Не дедің? Не деп тұрсың сен? Аяулым маман ба? Нұрым, аяулым таудан құлап түсті. Бұның бәрі сенің тәкаппарлығың кесірінен. Жарайды. Алам, бинттің бір шетін ұсташы. Естісі жат. Мен Астанадамын ғой. Қазір. Иә, ұшаққа билет аламын да жетемін. Аға, не істейміз? Қызыңыз тірі, бірақ қанды көп жоғалтқан. Көмектесіңізші. Көліктеріңіз бар ма? Иә, жолақта. Тез көтеріп апарайық. Жүріңіз. Бисмилля. Жүріңіз, әке. اللهم صل على محمد وآل محمد 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 Сізге Алланың ұры болсын. Үлкен рахмет. Аға, өзіңіз не қызмет жасайсыз? Мен малшымын ғой. Тауда мал бағам. Дұрыс. Мына екі періште ұл қызыңыз ғой. Иә, Аллаға шүкір. Осылар ғой менің қолған аттарым. Бәрекелді. Ей, қызыма не болды менің? Сен бе бір жасаған? Ой, кет, чай. Сен бе нема бір жасаған? Ол сәл сабыр сақтаңыз. Қайдағы сабыр айналайын? Тез айт, қызым қайда? Қызыңыз іште. Денсаулығы ойдағыдай. Жай ғана басынан сотрясение алған болды. Сотрясение дейсің бе? Иә. Одан кейін тағы бір айтатын мәселе? Айтшы айналайын, тез айтшы. Менің білуімше сіздің қызыңыздың көру қабілеті дұрыс жұмыс жасамайды, солай ма? Иә, слепота зрения. Алланың құдіретінде шек жоқ. Ой, айналайын, айтшы енді. Сіздің қызыңыздың көру қабілеті 100%-ға орнына келді, түсінесіз бе? Нұрым Исабекұлы. Қалай? Бұл мүмкін емес қой. Жоқ, бәрі де мүмкін. Қайта сіз мына кісіге рахмет айтыңыз. Осы кісі ауруханаға дер кезінде жеткізіп, таудың емдік шөптерімен алғашқы көмек көрсетті. Осы кісі алып келді ме? Иә. Мен сізді танып тұрмын. Сіз мені кешіріңіз. Бұл жақсылығыңызды қалай қайтарсам болады? О не дегеніңіз? Енді бұл мүмкін емес нәрсе ғой, қалай болды сонда бұл? Бұның қалай болғанын өзіміз де білмейміз. Бірақ бір білерім, мен және бала-шағаммен қосылып, ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға көптен көп салауат айттық.
осы больницаға келгенше де салауат айтып келдік. Соның әсерінен болар. Алла тағала кімде-кім ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтатын болса, оның дұғасын сұрамай-ақ қабыл етем деген. Осыншалық тәкаппар болғаным үшін сіз мені кешіріңіз. Балаларым, сендер де мені кешіріңдер алтындар. Бұл жақсылығыңызды қалай қатырсам болады, а? Нұрым Исабекұлы, біз мұсылманбыз. Біз кешірімді болуымыз керек. Жарайды. Үлкен рахмет сізге. Үлкен рахмет. Қызымды көрсетіңізші. Жүріңіз. Жақсы, сау болыңыз. Жақсы. Көрдіңдер ме? Салауат айтатын болсақ, әлі бізде бәрі дұрыс болады. Иә. Алло? Аманғали аға, ассалаумалейкум. Бұл қалалық полиция департаментінің капитаны Балғынбаев Қанатпын. Уағалейкум ассалам. Иә, Қанеке, сізді таныдым. Амансыз ба аға? Қал жағдайыңыз қалай, жақсы ма? Иә, шүкір, жақсы. Аманғали аға, өткендегі мәселе бойынша хабарласып тұр едім негізі сізге. Иә. Сіз тауып алған 20 мың ақш долларының иесі табылмады. Жан-жақты сұрастырып тексердік. Енді арнайы комиссия құрып куәгерлермен бірге сіз айтқандай жетімдер үйіне тапсырсақ па дейміз. Аманғали аға, осы комиссия құрамында сіз барсыз. Олай болса ертең азанғы 10-да біздің департаментке келе аласыз ба? Әрине келем. Керемет жаңалық болды ғой мен үшін. Жарайды Аманғали аға, ертең онда сізді күтеміз. Иә, сау болыңыздар. Рахмет сізге де. Сау болыңыз. Әкешім, бұл кім екен? Өткендегі Қанат ағайын ғой, милиционер. Жүріңдер отырайық. Жарайды. Құдіреті күшті Алла, саған ғана шүкір еттім. Жаратушым, ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламды менің түсіме жиі кіргізгеніңе саған шексіз ризам. Аллахым, мендей күнәһар пендеңді кешіре көр. Түсімдегі пайғамбардың қасында жүрген кісіні осы күнге дейін таба алмадым. Сенің маған берген аманатыңды орындай алмайым ба деп қорқам. Алла тағала ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның дұғасын қабыл еткендей, менің де дұғамды қабыл ете көр. Сол түсімдегі кісі бұл жалғанда тірі болса, мені сонымен кездестірші. Өзіне бұйырған пәтерді тапсыруымды нәсіп ете көр. Амин. Аллаху акбар. Habib Allah, Nabi Allah, Muhammadur Rasulullah, as-salatu والسلام عليك يا حبيب الله نبي الله
неге құлағы қызық деді өзіңден өткен күн көз алдымда сол қалпында тұрады. Құрметті ағайын, бүгін міне керемет күнде бас қосып отырмыз. Бұл тек Аманғали ағамыздың қуанышы емес, бұл баршамыздың қуанышымыз. Осы сәтті пайдалана отырып, Медина тұрғын үй кешенінен Аманғали ағамызға компаниямыздың атынан 3 бөлмелі пәтерді сыйға тартуға рұқсат етіңіздер. Құтты болсын. Рахмет, баршаңызға Алла разы болсын. Рұқсат па екен? Айта беріңіз. Аманғали аға, қызымды өлім аузынан құтқарып қалғаныңыз үшін сізге ризамын. Өте. Қанша алғыс айтсам да жеткіліксіз сияқты маған. Сізге үлкен рахмет. Мына шаңырағыңыздың қызығын көре беріңіз. Ұлыңыз бен қызыңыздың рахатын көріңіз. Сіздердің отбасыларыңызға бақыт тілеймін. Рахмет. Аманғали аға, менің арманым осы жарқын күнді көріп, басқа балалар секілді мектепке бару еді. Сіз менің арманымды орындадыңыз. Біз қазір Амина екеуміз бір мектепте, бір сыныпта оқимыз. Сізге көп-көп рахмет. Жаным аяулым, саған да рахмет. Енді бұдан былай, сен де менің бір қызым болып қалдың ғой. Ал ендеше ішке кірейік. Жүріңіздер. Ал енді жүріңіздер енді ішке кірейік. Тоқтаңыздар. Мына керемет сәтті бөліп жатқаныма кешірім сұраймын. Құралов Аманғали деген сіз ба? Иә, Құралов Аманғали мен болам. Кеше анау мешіттің жанынан тауып алған 20 000 доллардың егесі менен. Иә, мешіттің жанынан 20 000 доллар тауып алғанымыз рас. Бірақ сіз маған бір шама уақыт берсеңіз, мен сізге ақшаңызды барлығын толықтай қайтаруға дайынмын. Мен ол ақшаны өзімнің адал еңбегіммен тапқанмын. Өкінішке орай сол күні жоғалтып алдым. Иә, өкінішті екен. Сол үшін сізден мен кешірім сұраймын. Алло. Ассалаумағалейкум, ұстаз. Уағалейкум ассалам. Қалайсыздар бәке, жағдайларыңыз жақсы ма? Шүкір, жақсы. Өткендегі анау жоғалған ақша туралы сұрайын деген едім. Бәке, сізге Алла разы болсын. Ол ақшаны уайымдамаңыз. Полиция бөлімінің ықпалымен арнайы комиссия құрылып, сіздің ақшаңызды толығымен балалар үйіне тапсырдық. Сізге Алла мол сауаптан жазсын. Енді ақшаңызға абай болыңыз. Аманғали ағамыз Құдайдың сүйікті құлдарынан екен. Алла разы болсын ол кісіге. Иә, Аманғали ағамыз сияқты адамдар қазір аз ғой. Ол кісіге Алла разы болсын. Мақұл, жақсы. Аманғали аға, сол ақшаны негізімен балалар үйіне апара жатыр еді. Мына Алланың қалауымен балалар үйіне сол ақшаны жеткізу сізге бұйырыпты. Алла сансыз сауаптардан жазсын сізге. Рахмет. Аға, мынау адалдығыңызға мен риза болдым. Соның себебінен өзімнің атымнан Меккеге үлкен қажылыққа мынау сертификатты ұсынайын сізге. Рахмет. Алла разы болсын. Қажылығыңыз құтты болсын. Рахмет. Құтты болсын. Ал аға, онысыңыз құтты болсын. Олай болатын болса, біздің атымыздан бір ән болсын. Қабыл алыңыздар. Болсын. Ай, бәрекелді. Жаным маған дарасың, құрып сезім қаласың, теңеп едім өзіңе көздерің. Мейірімді, рахымды,
Жер мен көктің патшасы ұлы Аллах тағалаға шексіз мақтаулар және екі дүниенің сардары болған Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға сансыз салауаттар болсын. Адамзаттың асылы, ардақтылардың ардақтысы, екі дүниенің сардары, пайғамбарлардың мөрі Хазіреті Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға сағыныш. Міне осы фильмді сізге деген сағынышымызды бөлісу үшін түсірдік. Я пайғамбар, осы фильмге сағыныш көзімен қарап отырған барша үмбетіңіз бір сәтке болса да сіздің мейіріміңіздің ұшқынын көруді арман етуде. Я Алланың елшісі, жүректердің емшісі, көздердің нұры, күллі жаратылысқа рахым етіп қана жіберген ардақты Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам бұл үмметіңіздің өзіңізге деген сағынышы. Жүректегі тілегім доғам болса шіркін, мінезім құран, еліктеймін я Расулалла, бір өзіңе келтірмей күмән. Хабибаллах, Наби Аллах, Мухаммадур Расулаллах, Ас-салату ва-саламу алейка я Расул.